мен YouTube арнамда кейбір жаңалықтарға өз президиумнан қарау деген осындай бір рубрика аштым. Мысалы, Нұр-Сұлтанда Қазмедиа орталығынан өрт шықты дейді. Жалпы Қазмедиа центр дегеніміз не? Қазмедиа орталық дегеніміз бірнеше телеарна ол жерге тоғыстырылған, орнатылған, негізгі Қазақстан ұлттық арнасы, Хабар арнасы, Евразия арнасы деген секілді осындай арналар тоғыстырылған, одан бөлек радиолар бар. Бұл үлкен біздің мемлекетімізге хабар таратып отырған үлкен орталық. Енді осының бір жерге тоғытылуы әуелде 2013 жылы бір романтикалық бір әдемі болып көрінген, өйткені ғимарат жап-жаңа. Орталықта мен жүргенмін талай, ол жерде бірінші қабатында шай ішкенбіз. Бірақ та қазір соңғы қаңтар оқиғасы белгілі болғандай, медиа орталықтың, яғни қандай да бір телеарналардың, баспасөз орталықтарының бір жерге тоғыстырылуы бұл стратегиялық тұрғыдан өте қате екенін біз байқап отырмыз. Себебі кез келген бір төтенше жағдай кезінде қандай да бір топ, қандай да бір деструктивті топ бұл міндетті түрде баспасөзді қолына алуға тырысады. Ал енді Қазмедиа орталық бұл бірден бір тұрған, енді ашық тұрған, өзі бетоннан да соғылмаған, ол кәдімгі шынынан соғылған, темірмен шынынан соғылған бір өте сондай бір әлсіз конструкция деп айтуға бола ма, болмай ма, сондай. Енді Қазмедиада өзі 2 жылда 3 жылда бір өрт шығып тұрады, мен ұмытпасам. Қазір енді тағы өрт шықты дейді ғой, адам шығыны, енді зардап шеккендер жоқ. Біздің елде енді бір қиыны адам шығыны болғаннан кейін немесе зардап болғаннан кейін бір шешім қабылдайды ғой. Әйтпесе негізінде сол Қазмедиа орталықтағы кейбір маңызды ақпарат құралдарын, яғни өкіл орталықтарын, телеарналарды жеке-жеке бөлу керек деп есептеймін. Әртүрлі қаланың әртүрлі жерлеріне шоғырландыру керек деп есептеймін. Сол кезде біз стратегиялық тұрғыдан өте бір сақты ойлаған болар едік. Әйтпесе жалпы бір жерде тоғытылуы бұл өте қиын, өте қиын. Тоқаев Қазақстан Халқы Ассамблеясының 2 сессиясын шақырды. Қазақстан Халқы Ассамблеясының 31-ші сессиясы 2022 жылдың 29 сәуірінде Нұр-Сұлтан қаласында ел бірлігі жаңарған Қазақстанның тірегі деген күн тәртібімен шақырылсын дейді. Енді ассамблея туралы айтамын. Бұған дейін ассамблеяны көптеген адамдар, оның ішінде менде бармыз, сынап келгенбіз, бірақ соңғы мына көрші елдердегі ситуацияға қарап отыратын болсақ, ассамблея деген нәрсе бұл жалпы керек нәрсе екен. Не үшін керек? Қазір айтамын. Ассамблея бұл өзге ұлт өкілдерінің жалпы бақылауда ұстау деген сөз. Солардың негізгі өкілдерінің бет ұстарларын бір жерге шоғырландырып, Қазақстанда қазақ деген титулды ұлтпен бірге дамудың курсын қазақстандық модельде жасау және соған ілестіру деген сөз. Яғни ассамблеяның негізгі мақсаты ұлт өкілдерін жинап алып, оларға доминантты рөл беру емес. Ол ұлт өкілдерін жинап алып, бет-бетімен кетпеуге, яғни қандай да бір болашақта болуы мүмкін экстремистік бір әрекеттердің алдын алу үшін жасалады деп ойлаймын, және осыған көзім жетіп жатыр. Себебі ассамблея бұл соңғы кездердегі ұлтаралық татулықтың бірден бір кепілі. Бірақ бұл теория жүзінде, негізі іс жүзінде біз білеміз, Дұңған оқиғасы кезінде кейде майда-шүйде бір ұйғыр аудандарында болатын ситуацияларда ассамблея бір қауқарсыз болып жатады. Бұл енді ассамблеяның өзінің табиғатынан емес, бұл ондағы адам ресурстарының кінәлісінен деп есептеймін. Егер ол жердегі ассамблеядағы адамдар және ассамблеяны бақылайтын тетіктері мықты болатын болса, онда ол көптеген біздің елімізге пайдалар әкелер еді. Бүгін бір қызық жаңалық шықты. Берік Уәли президенттің баспасөз хатшысы қызметінен босатылды деген. Артынша Берік Уәли хабар агенттігінің басқарма төрағасы болып тағайындалды деген. Осы жерде екіұдай пікір туады. Жалпы Берік Уәли өсті ме қызметінен, жоқ әлде төмендеді ме деген. Мысалы, заңи тұрғыдан қарайтын болсақ, ранг тұрғысынан қарасақ, әрине түсті. Өйткені президенттің баспасөз хатшысы ұдайы президенттің қасында жүретін, президенттің твиттерін жүргізетін, күн-түні қасында болып, енді тығыз қарым-қатынаста болатын, яғни кейбір мәселелерді тікелей шеше алатын, немесе облыс әкімдеріне хабарласа алатын, болмаса министрлерге тікелей бір өзінің уәжін дейікші, енді шаруасын демей ақ қойып, уәжін өткізе алатын. Енді хабар агенттігі ол біздің еліміздегі ең үлкен телеарналардың бірі, ұмытпасам, шатаспасам, телеарнаға бөлінетін бюджеттің шамамен бір 30%-ын алу керек. Мен нақты бағасын қазір білмеймін. Жалпы биыл өзі баспасөзге, осы біздің телеарналарға 50 миллиард теңге бөлінді деп жатыр. Салыстырмалы түрде алатын болсақ, ұлттық кино қорын қолдау орталығына 4 миллиард бөлінген биылға, 2022-ге 4 миллиард теңге бөлінген, ал телеарналарға 50 миллиард теңге. Бірақ біз қазір реалиде жастардың, жалпы интернеттен хабар адамдардың телеарна емес, керісінше интернеттегі контентті тамашалайтынын білеміз. Дей тұрғанмен біздің елімізде баспасөзге, баспасөз емес, телеарнаға 50 миллиард теңге бөлінген екен. Енді бұл саясаттың дұрыс немесе бұрыс емесін қазір мен айта алмаймын, білмеймін. Бірақ нақты факт,
адамдар телеарна көбіне көрмейді. Мысалы мен өзім көрмеймін. Ал енді Берік Уәлидің жаңа хабар арнасына бастық болып келуіне байланысты осы қызметті жақсылап пайдалануға мүмкіндік туып тұрған сияқты. Себебі біз енді жаңа Қазақстан құрып жатырмыз ғой. Жаңа Қазақстан құрғаннан кейін жалпы цензура мәселесіне президентіміз Тоқаевтың өзі де кішкене қырын қарайтын секілді, яғни цензураны кішкене босататын секілді. Осы тұрғыда енді Берік Уәли публицистикалық мына бағытты күшейтіп, сыни бағдарламалар, сыни ток-шоулар, сыни сараптамалық ақпараттық бағдарламалар жасауына болады. Сөйтіп министрліктер, мына әкімдер, жергілікті облыс әкімдері, қала әкімдерін жақсылап тұрып сынап, кезінде 90-шы, 97, 2000 жылдардың аралығында хабар болды ғой. Сондай деңгейге әкелуіне үлкен мүмкіндік бар деп ойлаймын. Өйткені Берік Уәлидің тұлғалығы, өзінің жалпы беттілігі, іскерлігі осыған сеп болады деп сенемін. Сондықтан енді ранг тұрғысына қызметі төмендегенмен, жалпы қоғаммен байланыс жөнінде, жалпы мемлекетке, жалпы әкімдердің жұмысына байланысты, оларға ықпал етуге байланысты, меніңше қолына үлкен бір ресурс, сондай бір тетік дейді деп есептеймін. Бір нәрсе анық, хабар агенттігі бұл үлкен қара шаңырақ. Оның қабырғасынан жеке басым мен өзімде өсіп өніп шыққанмын. Маған дейін қаншалаған буын өсіп өніп шыққан жақсы мамандар, журналистер, режиссерлар, редакторлар, операторлар. Ендеше оның қайтадан күшеюіне, қайтадан түлеуіне осы Берік Уәли секілді басшылар сеп болады деп сенеміз. Жақсы жаңалық, доллар бағамы қазақстандық теңгеге шаққанда 10 теңгеге төмендепті. Бұл меніңше Ресейдің газды рубльмен сата бастауының әсері болуы мүмкін. Қазір револьвация жүріп жатыр дейді ғой. Девальвация емес, револьвация, яғни теңге қайтадан өзіне тұрақтанып жатыр деген, күшейіп жатыр деген. Бірақ бұл уақытша болуы мүмкін, себебі батыстың санкциясы қайтадан күш алғаннан кейін, және белгілі бір уақыттан кейін Ресейдің экономикасы құлдыраған сайын, рубль түскен сайын, оның салқыны біздің теңгеге де тиетіні бар ғой. Сондықтан бұл құбылыс әлбетте болуы мүмкін, қайтадан қайталануы мүмкін. Бірақ үміттенеміз, біздің теңгеміз сол ең болмаса баяғы 400 теңгеге көзден бұлбұл ұшқан 410 теңгеге, 420 теңгеге түсер деген үміттеміз. Өйткені қазір осы доллардың қымбаттағанын сеп қылып, көп жерлерде қымбатшылық жүріп жатыр. Қарапайым мысал үшін базарда картоптың бағасы өскен деген секілді, сәбіздің бағасы өскен, қанттың бағасы өскен деген секілді. Бірақ та енді осы жерде бір қызық тенденция бар. Жалпы біздің елде доллардың құнсызданғанын, девальвацияны сылтау қылып бағаны өсіреді, кейін теңге тұрақтанғанда, минусталған кезде бағаны түсірмейді. Сол қалпында тұра береді, немесе одан ары өсе береді. Енді меніңше осы жерде теңге түсіп жатқан кезде де бағаны реттейтін осындай агенттіктер жақсылап қадағалау керек деп есептеймін. Доллар қымбаттағанда баға өскені заңды болсын. Өйткені біз шикізат сырттан алдырамыз, ал доллар түскен кезде сәйкесінше баға да төмен түсу керек. Осыны қадағалау керек деп есептеймін.